Бүгінгі біз Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ауылдық елді мекендердегі қауіпсіздікті арттыруға бағытталған ауылдық өрт сөндіру бекетінің салтанатты ашылу рәсіміне қош келдіңіздер. Құрметті қауым, біздің ауылда міне өрт сөндіру бекеті ашылып жатыр. Бұл біздің халықтың арманы еді, өйткені біз айдалада тұрамыз. Негізгі халық мал шаруашылығында. Бізде жер тегіс, шөп қалың, өрт жыл сайын өрт болып тұрады. Және бұл өрт деген үлкен аумақты алады. 50-60 километрге дейін өрт болады, сөндіре алмаймыз. Міне биыл бірінші өрт сөндіру бекеті ашылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Бәріне ырзамыз, халық үшін барлығы ырза қазір.